Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұп-жұмсақ дәмді блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сізде блиналарыңыз жақсы шықпайтын болса, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер сіздің блиналарыңыз осындай тесік өте дәмді болып шыққанын қаласаңыз, міндетті түрде барлық қолданылатын заттар бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Үстінен 8 шай қасық шекерімізді саламыз және де қасықтың ұшымен шым-шым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді үстінен бөлме температурасында тұрған 700 грамм сүтімізді аз-аздан құйып отырып араластырамыз. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп отырып қосыңыздар. Ұнды бірден қосып жібермейміз, осылай аз-аздан қосып отырып, араластырып отырып қосатын боламыз. Бірден қосатын болсаңыз, онда сұйықтығыңыз қою болып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай аз-аздан қосып отырып, араластырып отырып қосамыз. Тестамызды жақсылап арасында ешқандай комочек қалмайтындай етіп араластырып алғаннан кейін үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығы осындай болуы қажет. Енді табамызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамыздың үстін сұйық маймен аз ғана майлап шығамыз. Енді осылай табамыз қатты болып буы шығып қызған кезде үстінен жаңағы сұйықтығымызды құйып жібереміз. Міндетті түрде табадан осылай буы шығып тұру қажет. Сол кезде сіздің қимақтарыңыз тесік әдемі болып шығатын болады. Егер таба қызбаған болса, сіздің блиналарыңыз бір жері ақ, бір жері сары болып қалатын болады. Осылай құймақты құйып алғаннан кейін, шет-шеті шамалы сарғайғаннан кейін ағаш таяқшаның көмегімен шет-шетін көтеріп отырып, келесі бетіне аударып аламыз. Құймақ жасаған кезде ешқашанда темір заттарды қолданбаңыздар. Шаң-шұқып, пышақ сияқты заттарды қолдануға болмайды, себебі сіздің табаңызбен қамырыңыз жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті ағаш таяқшаны қолдануға кеңес беремін. Осылай аударып алғаннан кейін шет-шетін қарап отырасыздар. Екінші беті де осылай сарғайып піскеннен кейін алып отырып, келесі қимағыңызды құйып пісіре бересіздер. Міндетті түрде осылай қызып тұрған табада пісіріп алыңыздар. Мінекей біздің блинчиктеріміз дайын. Осындай әдемі, біркелкі, тесік, жұқа әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде әр кез жаңа шыққан рецепттерді бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Және де менің каналымнан басқа да қызықты хит болып жатқан рецепттерді көре аласыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.